أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Sadaqallahul azim. Нәбә сүресінің алғашқы 30 аятының қазақша мағынасы. Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Олар мүшриктер өзара нені сұраса да, олар өздері дауласып жүрген үлкен күн, қайта тірілетін күн туралы хабарды, қияметті сұраса да, олай оңдай емес, олар ойлағандай емес. Олар әлі-ақ білетін болады. Әсте ондай емес. Олар әлі-ақ білетін болады. Жерді бесік, тауларды қазық етпедік пе? Сендерді ер, әйел, жұп етіп жараттық. Ұйқыларыңды демалыс еттік. Түнді жамылғы еттік. Күндізді тіршілікке арнадық. Үстеріңді 7 қабат аспанды жараттық. Үстеріңе 7 қабат аспанды жараттық. Жап жарық күн шырақ еттік, күнді шырақ еттік. Дәнді дақылдарды, өсімдіктерді, ну орманды, бау-бақшаларды өсіру үшін қою бұлттардан нөсер жаудырттық. Ақ пен қара айырылатын үкім күні расында қарарлы мезгіл. Ол күні сұр үрленеді. Сендер топ-топ болып келесіңдер. Аспан сетінеп, шытынап, көп есіктер ашылады. Таулар ығыстырылып, сағымға айналады. Тозақ күтіп тұрады. Ол азғындардың барар тұрағы. Олар онда сансыз ғасырлар бойы тұрады. Олардың онда не бір салқын су, не бір сусынға қолдары жетпейді. Қайнап тұрған су мен ірің ғана ішеді. Бұл оларға лайықты жаза. Өйткені олар есеп алынатындығына да назарына алмағанды. Олар біздің аяттарымызды мойындамаған еді. Біз барлық нәрсені хаттап жазып қоямыз. Оларға айтамыз: енді татып көріңдер, сендердің тұратын азаптарыңды арттыра береміз.